Мына ешікте отырған қызға не болған? Және мынау отырған үлкен кісі Аяз ата ма? Бүгінгі видеода түсіндіретін боламын. Және де Аяз ата жай ғана жақсы кейіпкер емес, нағыз шайтанның өзі. Және де түсінбесеңіздер түсіндірейін. Бәріміз Аяз атаның балаларға сыйлық беретінін білеміз. Ал балалар тәртіпсіз болса, басқа тіршілік иесіне кетеді. Шайтани тіршілік иесі Крампус. Бүгінгі видеода Крампус деген кім, оның түрі қандай, ол шын өмірде бар ма, және соңына қарай Крампус шынымен шайтани тіршілік иесі ме, соны түсіндіретін боламын. Крампус деген кім өзі? Естет көрші, жаңа жыл жақындап келеді. Қала шамдары жанып тұр, ал үйлерде шырша. Балалар терезеге қарап сыйлық күтуде, ал ересектер болса күліп, бәрі тыныш сияқты көрінеді. Бірақ бұл беткі қабат. Себебі дәл сол күні қар қалың жауған кезде, орман іші тым тыныш болған сәтте орманнан біреу шығады. Қара түсті көлеңке, адам емес, және жануар да емес. Бұл Крампус. Иә, ол Аяз ата емес, бірақ бұл Аяз атаның қара нұсқасы. Балаларға арналған ертек емес, бұл ескерту. Оның бейнесі ұмытылмайды. Басындағы үлкен мүйіздер, беті шайтан тектес, көздері суық, эмоциясыз, қолында шылдыраған қоңыраулар, ал арқасында ескі қап. Және бұл жай қап емес, аңыз бойынша оның ішінде балалар жатыр. Және ешқай бала ол жерден шықпаған. Ереже қарапайым. Жақсы балаларға сыйлық береді, ал жаман балаларға Крампус келеді. Бірақ ең қорқыныштысы, ол балаларды ұрламайды, ол айқайламайды, ол жай ғана келеді және алып кетеді. Аңыз бойынша әртүрлі айтылады. Біреуінде тозаққа апарады дейді, ал біреуінде қара орманға тастайды дейді, ал кейбіреуінде ешқашан қайтпайтын жерге алып кетеді. Таң атады, қар іздері бар, бала жоқ. Және мен сіздерге бір оқиғаны айта кетейін. Бұл оқиға шын өмірде болған ба, болмаған ба ешкім білмейді. Бірақ оны рас екені немесе ойдан шығарылғаны нақты белгісіз. Бірінші әңгімені өзің қарастырып, кейін оның қаншалықты шындыққа сәйкес келетінін айтып көрейін. Оқиға Кеңес одағында солтүстікте орналасқан аты аталмайтын бір қалада болған. Және де жаңа жыл қарсаңында ата-аналар балаларын қуантуды шешіп, оларға мереке ұйымдастырмақ болған. Ата-аналардың табысы аз болғандықтан олар шамамен 2 ай бойы ақша жинаған. Және 31 желтоқсан күні қалалық мектептің актовый залында жаңа жылдық мереке өткізіліп, сол үшін Аяз ата шақырған. Балалар қуанып, ата-аналар да олардың бақытты болғанына қатты риза болады. Байқаулардың бірінде Аяз ата ата-аналардан залдан шыға отыруды сұрайды. Себебі балалар өзінің киімдерін басқа балалармен ауыстырады. Және де ата-аналар өздерінің балаларын табу керек. Шамамен 25 минут өткен соң ата-аналар кішкене алаңдай бастады. Көрші залға кірген кезде олар балаларын да Аяз атаны да көрмеді. Сол сәтте бүкіліп паника ұстап бастайды. Кейбіреулер бұны әзіл шығар деп өзін жұбатуға тырысқанымен, тағы жарты сағат өткен соң жағдайдың өте қауіпті екені белгілі болды. Біраз уақыттан кейін телефон байланысы қалпына келтіріліп, қоңырау түседі. Қоңырау шалған нағыз Аяз ата болып шығады. Ол боранға байланысты келе алмаған үшін кешірім сұрайды. Және осыдан кейін қалаға милиция келеді. Сол күні 6 мен 9 жас аралығындағы 18 бала жоғалып кеткен. Оның арасында 10 қыз және 8 ұл. Балалар бірден табылмайды. Тек көктемге қарай бір қыз баланың денесі табылған. Кейін тағы 10 баланың мәйіті табылған, ал қалғандары белгісіз. Бұл оқиға өте қорқынышты болып көрінгенімен, шынымен бұл оқиға дәлелденбеген. Және де Кеңес одағынан гөрі көбінесе Польшада түсірілген сияқты. Және де салт-дәстүрлер мен бір ойындары логикаға сай келмейді. Сондықтан бұл оқиға ойдан шығарылған. Бірақ бізге бір маңызды нәрсені ескертеді. Балаларды бейтаныс адамдарға мереке болса да сенуге болмайды. Кейде Аяз атаға мүлде сенбеу керек болатын жағдайлар болады. Мына бір сүйкімді фотосуретке қараңыз. Алғаш қарағанда бәрі қалыпты сияқты, күлімдеп тұрған Санта және кішкентай қыз. Бірақ сіз бұл костюмның артында не жасырынғанын елестете алмайсыз. Қыздың аты Альберта Портер. Бұл суретке түскеннен небәрі 5 минут бұрын ол әкесімен бірге жаңа жылдық жәрмеңкені аралап жүрген. Айнала жарқыраған шамдар, мерекелік музыка, қуанышты адамдар, нағыз мереке атмосферасы. Кенет олар бір тар көшеде қасында есегі бар Санта Клаусты көреді. Көрініс өте сүйкімді болып көрінеді. Альберте әкесінен Санта Клауспен суретке түсуге рұқсат сұрайды, ал әкесі келіседі. Сурет түсіріледі. Осыдан кейін Санта қызға есекке мініп серуенде ұсынады. Альберте бірден жылап әкесінен өтінеді. Әкесі ешқандай жамандық ойламай келісімін береді. Және де арада 10 минут өтті. Бірақ қыз қайта оралмады. Әкесі алаңдап жәрмеңке иесіне барып, балаларды есекке әдетте қанша уақыт мінгізетінін сұрайды. Ал жауап оны қатты шошытады. Бізде ешқандай есек те Санта Клаус та жоқ деп айтады. Үрейленген әке фотосуретті полицияға көрсетеді. Сол кезде ең қорқыныштысы белгілі болады. Полиция костюм киген адамның бұрыннан іздеуде жүрген аса қауіпті қылмыскер екенін таниды. Сол күннен кейін Альберта Портерді ешкім көрмеген.
Енді ең қызық жеріне келдік. Крампусты білетін адамдар көп, бірақ көрген адам аз. Көпшілігіміз Крампусты тек аңыз деп білеміз, ертегі деп, балаларды қорқыту үшін ойлап табылған образ деп. Бірақ бір сұрақ бар: егер ол жай аңыз болса, неге оны көргендер бар? Германияда бірнеше жыл бұрын бір топ адам түнгі камераларды қарап отырып, бір кадрға ерекше нәрсе түсіп қалғанын байқайды. Бейне сапасы нашар, қар жауып тұр, көшеде адамдар жоқ. Бірақ мына кадрда Крампус тұр. Және де оны тек қана камерадан емес, оны тіпті түсіріп алған. Дала боран, қар жауып тұр, жел соғып тұр, ал ар жақта Крампус күтіп тұр. Қара киім, үлкен дене және шайтани мүйіздер. Бұл шын немесе өтірік екенін ешкім білмейді, тек шындыққа көбірек ұқсайды. Кейін бұл видеолар жоғалып кетті дейді, ал куә болған адамдардың кейбірі сол күні ұйықтай алмаған. On the roof? That's not a decoration. Oh my god, it looked over here. Turn off the light. Еуропада, әсіресе Германия мен Австрияда әр жылдың 5 желтоқсанында Крампусқа арналған мереке өтеді. Адамдар Крампус киінеді, шайтанға ұқсап киінеді, қорқынышты маска киеді, мүйіз, қара жүн және де жиналу. Көшеде жүріп, жүгіріп, шайтани қимылдар жасайды. Және бұның бәрі жай ғана ойын сияқты, мереке сияқты көрінеді, бірақ дәл осы жерде бір қауіпті ой бар. Кейбіреу сол түні сол киген адамдардың арасында нағыз шайтанды жүреді деп сенеді. Яғни, сен костюм киген адамды көріп тұрмын деп ойлайсың, бірақ ол артында костюм емес, басқа біреу болуы мүмкін. Және шайтандар аңыз бойынша иманы әлсіз, қорғансыз жоқ жерлерде жүреді. Көпшіліктің арасында айқай-шу жерде, қараңғыда және алланы ұмытатын жерде. Сондықтан біздің ата-аналарымыз бізге Хэллоуинді тойлама, осындай мерекелерді тойлатпаған. Олар бір нәрседен қорықты, бірақ ол қорқынышты ешқашан айтпаған. Тағы бір өте қызық жайт бар. Крампустың сипаттамасы әрдайым бір. Әртүрлі елде, мысалы адамдар әртүрлі елде, әртүрлі ғасырда өмір сүрді және бір-бірін көрмеген адамдар. Бірақ бәрі бір нәрсені айтады. Крампустың ешкі мүйізді, ұзын тілі, қара жүні бар екенін айтады. Зерттеушілердің өзі айтады, адам қиялы оншалықты дәл кездейсоқтықты бере алмайды деп. Егер Крампус ойдан шығарылған болса, неге оның бейнесі еш өзгермей сақталды? Неге ол әлі күнге дейін адамдарды мазаламайды? Неге балалар оның атын естісе, іштен бір нәрсе қозғалып кеткендей болады? Бұл жай ғана қорқыныш па, әлде қайда терең нәрсе ме? Мүмкін Крампус біз ойлағандай жоқ емес шығар. Мүмкін ол тек мерекеде емес, ол әрқашан бақылап жүрген шығар. Бірақ біз оны көрмейміз, ал ол бізді бақылап тұрады. Әсіресе 5 желтоқсан күні. Енді соңғы ең қызықты тақырыпқа келейік. Біз Святой Николайды христиандар үшін мейірімді тұлға, балаларға сыйлық тарататын, қазіргі тілмен айтқанда Аязданың прототипі ретінде білеміз. Ол жақсылықтың, сенімнің және қамқорлықтың символы. Ал енді Крампусқа назар аударайық. Әлемнің әр төрінде оны әртүрлі айтады. Рождестволық жын, жауыз рух және де қараңғылық күштің елшісі дейді. Тіпті сөздің түбіріне үңілсек, Крампен деген неміс сөзі өлі, кеуіп қалған нәрсе деген мағынаны береді. Бұл атаудың өзі қорқынышты әсер қалдырады. Ал Германия мен Австрия аймақтарында Крампусты тіпті мүйізді Николай немесе жынды Николай деп атайды. Міне осы жерден бәрі күрделене бастайды. Енді ойланып көріңіздерші, неге жынға ұқсайтын мақұлықтың аты Николаймен байланыстырылған? Аңызға сенсек, Святой Николай жақсы балаларға сыйлық береді, ал Крампус жаман балаларды жазалайды. Яғни біреуі жарық, екіншісі қараңғылық. Бірі мейірім, екіншісі қорқыныш. Сонда сұрақ туады, олар шынымен екі бөлек кейіпкер ме?